кезде ойлаймын ғой, бүкіл осы Қазақстан оқып алған бір сайт бар екен әйтеуір Пиндоудо деген. Соны оқымағандар өзіміз отырып бір шай ішеміз ау деймін ше. Тып-тыныш тығылып, ойла ұстап алса, бірақ жанымыз шығарып біреу ше Пиндоудо оқығаны оқытып жүретін сияқты. Біздің үйдің өзінде екеуі оқып алған ғой Пиндоудоны. Соны заказ берген, әлі бірақ заказымыз келмей жатыр, үйде келінім ше. Сол сайт курс демекші, қазір бәрі курспен шықты. Бұрынғы кездер гиф болған кезде ойбай гифті оқитын тұғымыз. Гифке арналған бір страницам бар тұғын менің. Жағы бірыңғай подписка Елдос Колобоктың бір машинасын ұтып алам деп, короче, бүкіл подпискасын жасап, күнде бүкіл миллион сторис салып, еще бір танысым жазыпты. Ойбай жаман алын кеп бара тұр едім машинаны деп. Қой дедім, сен де жетісіп отқан жоқсың деп. Сонымен оны жұмыстағылармен спорласып, ол алмаған машинаға уж төбелесіп ана жердегілер. Ұтсам саған 2 миллион берем деп, ол ұтпаған машинаны үйге келіп алып, бекер айттым деп, үйдегілерге айтсам, үйдегілер ойла ұтып қалсаң ертең бекер ұятпалы 2 миллион бересің ба сонда, көп қолсың, хотя 200 мың демейсің ба деп. Қиналып түнімен ұқтым, ұтпағансың ғой машинаны сөйтіп бардық. Сонымен бәрі подписка жасады. Келінім менің пысықтығында подписка жасаймын, сразу отписка жасаймын. Ал мен ерінем, подписканы полный жасаймын. До такой степени уже Инстаграм блокировать ете бастады. Сөйтіп осы Инстаграмды удалить етіп тастадым. Отписаться жасауға еріндім да. Сонымен енді қазір курстың заманы отыр. Дамыту ғой енді қазір бәрі. Новая я деген бір курсты көріп қалдым. Bir бағасы 400 мың ба, өтірік айтсам кешірім сұраймын. Скидкамен 40 мың теңге дейді. Короче, ана курсты оқысаң, гаджет па бір нәрсе аласың, гайд па, соны алғаннан кейін короче новый өзгеріп кетеді. 40 мың теңге старый болып жүре бердім мен. Онда курстар новая я деген енді өзгеруің керек қой, соның гайдына қарап қойыпты да бәрі. Сол гайдты оққаннан кейін кәрімет болып кетесің. Просто 40 мыңға оққаннан кейін өзгермей қалсаң, обалда просто қайтадан өз-өзіңмен қалып қойсаң. Оған не деп айтатын сөз, мен сеніме өзгермей бетін десең, олардікі жақсы, ол өзіңе жаба салады, сен дұрыстап жұмыс істемегенсің деп, сен дегенсің деп. Сөйтіп бірлік мен сторис түсіремін. Сол кезде су ішемін, короче, азанда. Арасында ішемін ол қара суды менде. Сөйтіп ана күшті танып кеткен блогерлар сұрап, менде азында судан бастап жатады, соларын көріп алып, менде судан бастайыншы деген бұл. Сөйтіп тұрып ішкем какой-то доля секунд, 2-3 секунд, содан кейін отырдым ба білмеймін енді. Сол тұрып іштім бәрі қарай сөйттім енді, білмеймін ғой. Содан бәрі жасып кетті де директің, суды жылы ішу керек, ыстық су ішу керек, отырып ішу керек, тұрып ішу керек, вообще лимонный ішу керек деймін. Мен бір жай жаттым, мен саған короче курс жіберейін, суды қалай ішу керек туралы дейді. Сатып аласың короче. Оны организм вообще рахмет айтсын мен қара су ішіп жатқаныма. Өзі шешіп алар, ол жылы болып барды ма, отырып барды ма, тұрып ішілген су ма. Еще қазір андай шықты курстар, 2 адам тауып алады даладан, соны байытып жүреді. Соны мені ұрынбайды екен, сондайға ше мені ұстап алмайды екен, біреу байытып жүремін деп. Соңғы кезде мода болып кеткен, кішкентай 18 жастағы балдар енді жақсы ол да бір жағынан көштік дамып, бір-бірлеріне машина, квартира подарок етіп ше, 18-де уже оның бәрін алып тастасаң, ары қарай уже цел болмай қалады ше өмірге деген. Новыйдан пайда бола береді дейді ғой, бірақ мен жүрмін әлі капронымды лакпен қадақ қойсам ба екен, сөгіліп кетпесін деп, әлде новый алсам ба екен. Бәрі бірдей болып танып кетсе не болды, арасында бізде жүректі, сол курстарды сатып алуға. Алдында маған бір жыртты, сен де бір курс ашсай деп. Ойла, мен өзім түрім вообще пайдалы адамға ұқсамайды ғой мен. Бір жыртты ма, ананда сен өзі жұмыс істейсің ба, бірдеңе істейсің ба үйде тірлік деп. Түріңе қарасам дым істемейтін сияқты. Түрім сондай көрінеді, иә. Жоқ, шаршаймын да жүремін әйтеуір. 25 теңгенің сондай болады. Посуды жақсы көресің шамалы. Андай клем, сондайдың скидкасын қарайсың, сосын жаңағы шаршай бересің, обязательно сумкаңда анау-мынау таблеткалар жүреді. Сосын ұзақтау далада тұра алмайсың. Баяғыда жүгіріп шығып шалбардың ішінен колготка киме шығатын едік, қазір колготка, одан кейін гамаш, сосын шалбар киетін болдық. Салқын жерде ұзағырақ тұра алмайсың уже. Сол курс аштыпты. Менен не курс шығады дейсіздер, достар? Подругам айтады, соң ойланып көрші, мысалы, сен блогер күшті болып кеттің, ал не курс ашатын едің деп. Ойланып отырсам, ұйқы және оның түрлері, қалай ұйықтау керек, қалай түсті одан ары қарай жалғастыру керек дұрыстап. Сразу ұйықтап кетудің түрі, мысалы, қиналып жатыр, сол ұйықтай алмаймын деген адамдар, сендерге айтайын, бір ойланып, бір күшті бір кино түсіріп алыңдар, ойларыңмен же жатып ше. Тұңғиыққа кіріп кетіңдер ше, соның кәдімгі ары қарай кетіп қаласыңдар ұйқыға ше. Сондай не қалай түске дейін ұйықтау керек, қалай беспалимен ұйықтау керек ше. Түрі бар менде. Целый день 21 сутка ұйықтаудың да түрі бар, ондай да практиковать еткем, қолымнан келеді, короче. Сондай да бар. Сондай ашсам екен. Қырғын соны ғана жазылды жаным. Мен аламын сатсаңызшы дейді, алдында ұйқы туралы курсымды қанша теңге болады деп жатыр да. 100 теңге болады достар, 99 теңге ғой негізі. 100 теңге аударасың, Каспиймен 1 теңгесін жинаймыз да, барлығымыз ортақ бірінші орынға ұтқан адамға күнделік подарок етеміз. Ұйықтағанның бәрін түстеріңді жазып жүр деп. Жақсыларын жорисың, жақынандарын үндемей қоя саласың, түлкінің боғы деп. Сол